Баршаңызға сәлем достар. Алдыңғы видеода ағзаңызға йод жеткіліксіздігін анықтайтын тестпен бөлісеміз деген болатынбыз. Ендеше бүгін сіздерге йод жеткіліксіздігін анықтайтын тесттің екі түрін ұсынамыз. Ол үшін бізге мақта таяқшалары мен 5% йод ерітіндісі қажет болады. Бірінші әдіс. Білегіңізге мақта таяқшасының көмегімен суретте көрсетілгендей торша етіп йодпен сызамыз. 2 сағат күтеміз. Егер 2 сағат ішінде йод сіңіп кетсе, сізде йод жеткіліксіздігі бар деген сөз. Екінші әдіс бойынша білегімізге 3 жолақ жүргіземіз. Бірінші жолақты 1 рет йодпен жағамыз. Екінші жолақты 2 рет, ал үшінші жолақты 3 рет йодпен сызамыз. Бұл әдісті түнде жатар алдында жасаған жөн. Таңертең білектегі 3 жолақта сіңіп кеткен болса, бұл ағзада йод жеткіліксіздігі өте жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Бұл жағдайда тездетіп дәрігерге көрінгеніңіз абзал. Достар, қандай да бір микроэлемент дәрумендерді қабылдамас бұрын дәрігермен міндетті түрде ақылдасу қажет. Ағзамызға йод жетіспесе, келесідей белгілер арқылы көрініс береді. Бірінші, ұйқыдан тұрғанда беттің, дененің ісініп тұруы. Гипотиреоз секілді эндокриндік ауруларыңыз болса, етектер циклінің бұзылыстары жиі қайталанса, темір тапшылықты анемияның болуы, денеде артық салмақтың болуы, назарыңызды, зейініңізді жинақтай алмасаңыз, жыл мезгілдеріне қарамастан аяқ-қол ұштарының мұздап жүруі, қан қысымының төмен болуы, паразиттік, саңырауқұлақтық инфекциялар мен жұқпалы аурулармен үнемі ауру, жиі терлеу, тамақта бірдеңе тұрғандай сезімнің болуы. Достар, сіздерде осы аталған белгілердің қаншасы кездеседі? Төменге пікірге қалдыра кетіңіз.